Алло, Айбек, маған асылынан беріп берші тез. Жаттап алам. 8, 775, 394, 3045. Жаттап үшін хабарласып бердім. Жаңа номер қалай? 856. Юбкасы қысқа қыздардың балалық шағы да қысқа болады екен. Олай болса жалғастырамыз, қыздар жаз мезгілінде артық салмақ жинайды. Соның салдарынан осындай қиындықтарға ұшырап отырады. Айнура, көмектесші! Ерте жалғыз емес емай жатыр. Көреміз, -60 градус аяз Антарктидадағы күрес. Қатысушылар, жағдаймыз. Жағдай. Қашан бастаймыз? Қады судья кезді. Қазір хабарласым. О, судья, қайдасың? Қанша жарайды? Қашан келеді? Бір сағаттан келеді. Қашан, кел жатыр. Юбкаңызға сыймай жатыр ма? Онда мына сөзді айтыңыз. Юбкама сыймай қалды.
сонда? Шашта. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Жалғастырамыз жұлдызбен жүздесу бағдарламасынан өзінде. Бәрекелді, кеш жарық құрметті көрермендер, жұлдызбен жүздесу бағдарламасы және де бүгін бізде қонақта Ерболат Құдайберген, қошеметтеріңіз. Халықпен амандаспадыңыз ба? Амандасқанымыз біртүрлі екен. Мынау жалпы сізге бірінші сұрақ шоу-бизнес сұрақтары. Мынау жақында Баян Есентаева әйгілі әнші Мөлдір Әуелбекованы тастап кетті. Сіз ол туралы не ойлайсыз? Рахмет. Жауабыңыз біртүрлі екен. Мынау жалпы қазіргі кезде мына жастарымыз түнгі клубтарға көп барады. Сол түнгі клубтарға көп баратын жастарымызға қандай ақыл айтасыз? Бәрекелді. Керемет ақыл айттыңыз деп ойлаймын. Мынау жалпы бағанадан мен сізді байқап отырсам, неге вау деп айта бересіз? Рахмет. Мынау енді келесі сұрақ саяси сұрақ. Біраз мағыналы жауап беріңіз. Мынау жалпы қазір Қазақстан дамыған 30 мемлекеттердің қатарына ену үшін қандай қасиеттер қажет? Қаланың бәрі тап-таза.